Бүгін міне тағы да әдеттегідей далада жүріп жүрім, 2,5 сағаттай болды. Сіздермен кішкене сөйлесейін, сіздермен сұхбаттасайын деп келе жатырмын міне. Енді осы жүру арқылы мен көп нәрседен арылдым деп айта аламын. Көбісі айтады, осы жалқаулықты қалай жеңуге болады, жалқаулықты болмаса жолым болмай жатыр деп айтып атады. Болмаса үнемі мені бір нәрсе басып тұрады, ештеңе істегім келмейді деп жатады. Оның бәрі сіздің өзіңізге байланысты әрине. Дегенмен де бір үлкен нәрсе бар. Әр нәрсеге сіз ниет қойып, сол нәрсені жасайтын болсаңыз бар ғой, енді керемет жетістіктерге жетесіз. Мен осы 10.000 шақты кішкентай ғана қадамнан бастадым. Осыдан 10 жыл бұрын. Ақырын бастап, содан мінекей қазіргі күнге дейін мен күнде таңертең ерінбеймін. Таңертең 7-тен кете шығам. Таңғы 6-да 4-те шығам деп айтпаймын, бірақ 7-тен кейін шығам. Сол 2,5 сағат маған жетеді. 2,5 сағаттың ішінде мен көп нәрсені жеңдім деп айтуға болады. Өйткені адамның бойында барлық нәрсе бар ғой. Біз адам болғаннан кейін ерінеміз, болмаса телевизор қараймыз, болмаса уақытымызды қалай болса солай кетіреміз. Өзімізге өзіміз дұрыс нәрсе жасай алмай қаламыз. Сондықтан бірінші адам ниет қойып, ниетін іске асыратын болса, сіздің жаңағы күнделікті жалқаулығыңыз, күнделікті сіздің бойыңыздағы жаман қасиеттеріңіз және сіздің бойыңыздағы түрлі еріншектік сияқты қасиеттеріңіздің бәрін осы жүру арқылы жеңуге болады. Жүрудің алдында ниет қойып бастасаңыз, бірінші кішкене жүріңіз, одан кейін көбейте, қадамдарыңызды көбейте, үлкен жетістіктерге жетесіз. Тағы да айтатыным осы, ниет қою арқылы тек қана жүруде ғана емес, ниет қою арқылы сіз тіпті іс-әрекетіңізді де жақсы нәрсеге қарай ауыстырып, жақсы жағдайлар жасауға болады. Ниетіңіз арқылы сіз бір бизнес бастайтын болсаңыз, сол бизнесіңізді де жақсы көтеруге болады. Ниеттеніп істесеңіз әр нәрсені, денсаулығыңызды да түзеп аласыз. Ниет деген өте керемет қой. Біздің қазақта мысалы айтады ғой, ниет ол өмірдің айнасы деп. Негізі біздің қазақ бар ғой, баяғыдан осы ата-бабаларымыз өздері қазіргі психолог деп жатамыз, қазіргілер сол техника деп жатады. Мынандай техника бар, анандай техника бар деп. Біздің ата-бабаларымыз күнделікті өмірде қолданып жүрген нәрсесінің бәрі қазіргі айтып жүрген техникалар. Қазіргі айтып жүрген нәрселер. Менің ойымша да, мысалы, ниет өмірдің айнасы деп сол ата-бабаларымыз айтты ғой. Бұлай шындап қараса, ниет өмірдің айнасы. Шынымен де ниеттену арқылы сіз, мысалы, өзіңіз ойлаңызшы, ниеттену арқылы барлық нәрсеге қол жеткізеді екенсіз. Мінекей жүргеннің өзінде сіз прямо сондай жарқын сезінесіз өзіңізді, прямо ашылып, бүкіл бойыңыздағы қасиеттердің бәрі ашылып, өте жеңіл сезінесіз. Және тыныс алу жолдарыңыз ашылады, қаныңыз сұйылады, басқа да нәрселер, өкпеңіз ашылады, жүрегіңіз прямо тамаша соғуы, жүрегіңіздің соғуы керемет болады. Өзім ойлаймын да, жүректің соғуынан бастап, аяқтың жүруінен бастап, мысалы, кәрі демей, жас демей, осылай қадам баса беретін болсаңыздар, өте шынымен біздің ата-бабаларымыз айтқандай, ниет түзу болса, бәрі түзу болады демекші, түзу болады. Енді тағы не айтуға болады, енді осы жүрудің пайдаларын енді көріңіздер. Көбісі телевизор көріп жатады, телевизордан шықпай атады. Осы телевизор көрмесе, сериалдар көрмесе, басы ауырып қалады. Сол кейіпкердің ішіне кіріп кетеді. Сол кейіпкерлермен бірге өмір сүреді. Адамдар қазір уақыттарын кетіреді.
сосын бойында қан айналысын бір жерде отыра бергеннен кейін қан айналым бола ма? Қан айналымы, қаны қоюланады, және оның пайдасы деген жоқ қой. Адам өміріне ешқандай пайдасы болмайды. Сондықтан біз қазіргі адамдар мысалы қарап отырсаңыз, көбінше дүниелік нәрселерге көп жүгіреді. Ақша ойбай, маған ақша керек, байлық керек, телевизор керек, анау керек, мынау керек, машина керек, болмаса шетелде қыдыруым керек дейді да, только дүниелік танымға ғана мән беріп кеткен. Дүниелік таныммен қоса да басқа нәрселер бар ғой, жақсы нәрселер бар. Бірге қатар алып жүріп, бірге бәрін ниет арқылы орнатса болады. Мысалы, дүниеге қарай жүгіргенше, менің ойымша, мысалы, рухани адам өзін дамытса, қандай тамаша, рухани дамытуға болады, иман байлығын дамытуға болады. Сол арқылы біз үлкен жетістіктерге жетіп, жаңағы түрлі жағдайларымызды жасап алушы едік. Ол жерде мысалы иман байлығында жаңағы рухани байлықты да жақсы қалыптастыратын болсақ, бізге ақша да келеді, жаңағы өзіміздің денсаулығымызда да түзейміз, баратын жерімізге де барамыз. Ол қиын емес қой. Барлық нәрсені баланста ұстап үйрену керек. Алла тағала өзі бір нәрсе ниеттенетін болсаң, Алла тағала бәрін өзі ары қарай міне деп қолыңнан сүйреткендей, жетелегендей жүгіріп жасап тастайсың ғой. Сол сияқты сіздер де әрекеттеніңіздер. Сіздер де телевизор көріп жатпаңыздар. Міне таңертеңнен бері қарай жүрмін. Мен қазір енді қыруар жұмыс жасаймын. Қазір үйге барамда өте қыруар жұмыс жасаймын. Осы жүру арқылы мен денсаулығымның күннен күнге артып баратырғанын сезінемін. Мысалы, көбісі айтып жатады, күш қуатты қайдан аласың? Күш қуаттыңыз өте көп деп. Күш қуатты қайдан аламын? Міне жүресің күнделікті. Таза өмір, таза мимен, таза көзқараспен, таза оймен жүрегіңді оятып, миыңды жұмыс істетіп, аяқ қолың бәрін қимыл іс-әрекет ұстайтын болсаң, міне, пожалуйста, саған барлық нәрсе алдыңнан шығып тұр. Дұрыс па? Сондықтан сіздерге де осы нәрселерді жасауға Алла нәсіп етсін. Жүріңіздер мен сияқты.